Халқының болашағы үшін тар жол тайғақ кешіп, алаш қозғалысының қайраткерлері қазақ ғалымдары арасынан математика ғылымы саласына шыққан тұңғыш профессор, саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болған Әлімхан Ермеков. Лениннің алдында қазақ елінің шекарасы туралы баяндама жасаған және жерімізді жатқа бермей қорғап қалған тау тұлға. Алаш арысы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. 1905 жылы Қарқаралы қаласында 3 кластық училищені, 1912 жылы Семей ерлер гимназиясын 6 медальмен бітіріп, Томск технологиялық институтын Тау-Кен факультетін оқуға түскен тұңғыш қазақ студенті болды. Дәл осы оқу орнында Әлімханды орыстың озық ойлы ойшылы Григорий Потанинмен жақын танысып, бірде қарт Потанин жас шәкірттің бойындағы талантын, білімге деген құлшынысын байқап, оған Әлімхан, сенің білімің қазақтың білімі, сол себепті жақсы оқы және өзгелерді оқыт деп үлкен үміт артады. Әлімхан Ермековтің қоғамдық саяси өмір жайлы тұлға тағылымы монографиялық еңбектің авторы, Еуразиялық гуманитарлық институттың профессоры Қанат Сәдуақасұлы алаш арысы жайлы ойын былай сабақтайды. 20 жылдары саяси қызметтен ауысқаннан кейін бұл кісі Қарқаралы, Баянауыл, мынау Ұлытау, Балқаш өңірлеріндегі орта мектептердің ашылуында үлкен еңбек етті. Жай ғана мектептерді ашқан жоқ, оларға білімді азаматтарды Омбыдан, Қарқаралыдан, мынау Семейден шақыртып осы жерлерге тартты. Григорий Потаниннің жас Әлімханға айтқан сөзі жалындаған қайратын жігерлендіріп, бойына рух ерекше күш берді. Жасындай жарқылдаған әбеудің ұлы 26 жасында алаш қозғалысының жетекшілерінің біріне айналды. Алаш партиясын құрудағы негізгі мақсатымыз қазақ халқының қамы еді ғой. Елі сай, жері бай, өсіп өнген өнерлі халықтар бар мемлекеттермен терезесі тең түсетін қазақтың дербес мемлекетін құру еді. Ол мақсатқа жету үшін ұйымдастырушылық күші бар ұйым керек болды. Ол ұйым Алаш партиясы деп есептедік. Мәскеу, 1920 жыл, 17 тамыз. Әлімхан Ермеков Ленин басқарған бүкіл одақтық халық комиссарлары кеңесінің мәжілісінде қазақ елінің шекарасы туралы баяндама жасады. Онда қазақ автономиясына қандай жерлер кіруі тиіс екендігіне ғылыми негізде дәлелдеп, 5 миллион қазақ ұлты тұрып жатқан 3.467.922 шаршы шақырым жерді заңдастырып, бекітіп беруді сұрады. Республиканың шекараларына қатысты өткір пікірталастар барысында бұдан бұрын Ресей құрамында болған бір қатар маңызды территорияларды Қазақстанға қайтару мүмкін болды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханов бастаған делегация қазақ жерін тұтастығы үшін әзиз бастарын қатерге тігіп, Қазақстанға өте маңызды аймақтарды атап айтсақ, Батыс Қазақстан өңірінің Каспийдің солтүстік жағалаулары мен Семей, Ақмола облысының жерлерінің кейіннен Коростелев даласының Қазақстанға қайтарылуына зор үлес қосады. Яғни тығырыққа тіреліп қалған мынау жердің қазақтарға қайтарылуы, мынау патша заманында қазақтардың алынып қойған өзен көлдің жағасындағы жайқалған орман тоғайлар, құнарлы қара топырақты өңірлерінің қазаққа қалуы осы кісілердің тікелей еңбегінің жаңағы қызметіне байланысты. 1920 жылы 26 тамыз күні Лениннің қол қоюымен қазақ ССР-ның құру жөніндегі декрет жарияланған еді. Қазақ автономиясы мен оның жер көлемі бекітілді. Сөйтіп, алаш көсемдері қазақ мемлекет алдында өзінің тарихи миссиясын адал орындады. Әлімхан Ермековтің Қазақстанға өте маңызды аймақтарды қайтаруға қолы жетті. Қазіргі уақытта бұл аймақтардың еліміз үшін үлкен маңызы бар Ақмола облысы ел астанасы орналасса, Каспий теңізінің жағалауында мұнай мен газдың негізгі қоры шоғырланған. Бүгінгі күнде біз айта аламыз, яғни қазақ жерінің қалуы. Яғни бүгінгі күнде біз Қазақстан Республикасы 9-шы орында алып жатыр дейміз ғой. Сол 9-шы орында алудағы әкімшілік шекараны қалыптастыруында осы Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков, Сәкен Сейфуллиндар тұрды, Әлихан Бөкейхандар. Яғни Батыс Қазақстан өңіріндегі Каспий жағалауларының Қазақстанға қалуы түпкілікті, Семей, Ақмола өңірінің Қазақстанға қалуы, одан кейін мынау Алтай өңіріндегі қазақтар тығыз орналасқан Коростелев даласының Қазақстанға қарылуы осы ермектердің қызметіне байланысты. Әлімхан Ермеков алаш арыстары сияқты жазықсыз қуғын-сүргін көріп, бірнеше рет тұтқындалып, өмірінің 18 жылын темір тордың ар жағында өткізді. Тағдыр тауқыметін тартса да, келешек ұрпақ үшін мол мұра қалдырып,
білім мен ағарту саласында айрықша үлес қосты. Бар ғұмырын ұлт мүддесіне арнаған Алаш арысы 1970 жылы көз жұмды. Лениннің алдында қазақ жерінің шекара үшін арыстанша алысып, қызғыша қорғап өткен Әлімхан Ермековке шығыстан көше аты не болмаса білім ордасының есімі де берілмей келе жатқаны өкінішті. Әзіз басын қатерге тіккен тұлғаларды әрқашанда құрметтеу бүгінгі ұрпақтың борышы болар.